Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемнің ең ірі мұражайлары адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. Оқу мақсаты әлемнің ең ірі мұражайларын зерттеп, ерекшеліктерін анықтау, әлем халықтарының тарихи мәдени мұрасын зерттеу және сақтап қалудағы мұражайлардың рөлін түсіндіру. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мемлекеттік Эрмитаж, Лувр мұражайы, Британ мұражайы, Метрополитен, Токио ұлттық мұражайларын қамтимыз. Енді жалпы мұражай деп отырғанымыз не ол? Тарихи, ғылыми мұраларды, дерек ретінде ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме деген мағынаны білдіреді екен. Енді сабақ мақсатымызда қарастырғандай, Эрмитаж бұл Ресейде орналасқан дүние жүзіндегі ең ірі көркем сурет және тарихи мәдени мұражай. Бұл мұражайды 1764 жылы 2-ші Екатеринаның жеке қоры негізінде ұйымдастырылған екен. 1852 жылы көпшіліктің көруіне рұқсат берілген екен. Енді бұл мұражайда қандай туындылар сақталған дейтін болсақ, батыс елінің ең атақты суретшілері Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джорджино, Тициан, Веласкес сияқты суретшілердің туындылары бар екен, және орта ғасырдағы ежелгі Мысыр, Урарту, Үндістан, Иран сияқты елдерінің туындылары қамтылған екен Эрмитажда. Енді мысалға келтіретін болсақ, Эрмитажда ең құнды дүние Леонардо да Винчидің Мадонна Литта атты картинасын мысалға келтіре аламыз. Леонардо да Винчиді білеміз, бұл Италияның ең атақты суретшілерінің бірі. 1490-91 жылы салынған мына картинасы Эрмитажда сақталынған екен. Келесі Рафаэль Сантидің Мадонна Конестабиле атты картинасы. Рафаэль Санти ол кім? Ол да Италияның атақты суретшілерінің бірі. Мына суретте көрсетіліп тұрғандай, бұл Иса пайғамбардың анасы және Исаның өзі салған екен. Және небәрі Рафаэль Санти осы суретті 20 жасында салған екен. Және бұл сурет аяқталынбаған туындылардың бірі болып есептелінеді екен. Неге дейтін болсақ, Рафаэль Санти Флоренция қаласына қоныс аударған кезде осы сурет аяқталынбай қалған екен. Бұл да Эрмитажда ең атақты туындылардың бірі екен. Келесі Блудный сын. Блудный сын бұл қай елдің суретшісінің туындысы? Рембрандт. Рембрандт деп отырған голландиялық художникті айтамыз, суретшіні айтамыз. Блудный сын бұл картина Эрмитажға 2-ші Екатерина 1766 жылы француз герцогынан сатып алады екен. Бағана айттығы, бұл Эрмитаж негізінен 2-ші Екатеринаның жеке қоры ретінде құрылған мұражай деп айттық. Сонда бұны кімнен сатып алған екен? Француз герцогынан сатып алынған Эрмитаждағы ең атақты туындыларының бірі екен бұлда. Келесі біздің мұражайымыз Лувр. Бұны барлығымыз естігеміз. Бұл Лувр дүние жүзіндегі ең атақты мұражайлардың бірі деп айта аламыз. Алғаш француз патшаларының сарайы, кейіннен үздік өнер туындыларын сақтайтын мәдени ордасы ретінде ескі қамал орнына 13-14 ғасырларда тұрғызылған екен. Бағана айттығы, Париж қаласында осы Лувр мұражайы сыртқы көрінісі екен. Енді осы Лувр мұражайындағы ең атақты, дүние жүзіне атақты туындылардың бірі, бұл барлығымыз естіп біліп жүрген Мона Лиза туындысы. Кімнің туындысы бұл? Леонардо да Винчи, Италия художнигі, суретшісінің ең танымал туындысы екен. Бұл қай жерде сақтаулы екен? Лувр мұражайында сақтаулы. Келесі Ника Самофракская. Бұл ескерткіш, қандай ескерткіш? Бұл біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда жасалған ескерткіш екен. Ника деп отырған ол кім, не ол? Ника деп отырған ежелгі грек мифологиясындағы жеңіс құдайы деп айтады. Жеңіс құдай, жеңіс әйел құдайы деп айтамыз.
Келесі, бұл қандай сурет? Мына ортада көріп тұрғандарыңыздағыдай Наполеон Бонапарттың суреті. Наполеон Бонапарттың суреті, бұны кім салған? Француз суретшісі Луи Давид деп айтамыз. Луи Давид 1804 жылы, но қандай рәсім? Бұл Наполеон Бонапарттың таққа отыру рәсімі. Ресми түрде таққа отыру рәсімін Наполеон бірінші деп айтамыз. Наполеон Бонапарт өзі жеке бағанағы Луи Давид деп айттығы, туындының авторы. Сол Луи Давидке өзі тапсырыс беріп салдыртқан екен осыны. Бұл да қай жерде сақтаулы екен? Лувр мұражайында сақтаулы тұр екен. Келесі Британ музейі. Британ музейі Лондонда орналасқан әлемдегі ең ірі музейлердің бірі екен. 1753 жылы негізі қаланған, мұражай ғимараты 1823-47 жылдар салынды. Сәулетшісі Смерк екен. Музейде алғашқы қауымдық өнер ескерткіштері, ежелгі Мысыр, Месопотамия, ежелгі Грекия, көне Рим елдері мен халықтарының өнер және мәдениет ескерткіштері сақталынған екен. Міне бұл Британ мұражайының ішкі көрінісі. Енді бағана айттығы, осы мұражайда қай елдердің туындылары сақталынған дедік? Египет. Египет елінің туындылары сақталынған екен. Қазіргі таңда бұл мұражайға көбінесе туристер Египет фараондарының қабірлерін көруге көп келеді екен. Танымалдылығы бұл Египет залымен танымал екен бұл музей. Мына көріп отырғандарыңыздағыда екінші Рамсес, Египеттің ең атақты фараонын деп айтамыз. Келесі метрополитен. ақш метрополитен көркемөнер мұражайы. ақштың ең үлкен көркемсурет қоры 1870 жылы негізі Нью-Йоркте қаланып 1872 жылы ашылған екен. Енді бұл метрополитен деп аталатын мұражайдың ерекшелігі, оған жеке кісілердің мұражайға сыйға тартқан жәдігерлерінен жинақталынған екен. Міне мынау мұражайдың сыртқы көрінісі. Келесі, біздің келесі мұражайымыз бұл Токио ұлттық мұражайы. Білеміз ғой, Жапониядағы мұражай. Ең ескі, ең ірі Жапониядағы мұражайлардың бірі. Енді бұл мұражайды кім ашқан? Тарихта білеміз, Мэйдзи деп аталатын император болған Жапонияның. Сол император 1867 жылы билікке келеді. Сөйтіп 1872 жылы Жапония ашылды және алғашқы қоғамдық мұражай қажеттігін сезініп 1872 жылы ашылған екен. Яғни осы уақытқа дейін біз білеміз, Жапонияда жабық есік саясатын ұстанған болатын. Осы Мэйдзи император келгеннен кейін Батыс Европаға есігіміз ашық деген мақсатпен осы мұражай салынған екен. Енді бұл мұражайда не сақтаулы деп айтатын болсақ, ішінде бұл жерде Жапонияның несімен танымал? Бұл самурайлармен танымал, самурайлармен, сол самурайлардың семсерлері, Жапонияның ұлттық киімдері, қару-жарақтары, киім-кешектері осы мұражайда сақталынған екен. Енді бізге тапсырма, сіздерге тапсырма, мұражайлар типологиясын анықтап мысалдар келтіреміз. Мемориалдық мұражайлар деп отырғанымыз қандай мұражай? Көркем сурет мұражайлары және тарихи мұражайлар. Осыларға анықтама беріп, және әрқайсысына мысал келтіреді екенбіз. Мысал келтіреміз. Екінші тапсырма, менің Лувр мұражайға саяхатым тақырыбында тарихи шығарма жазамыз. Назарларыңызға рахмет.